Фамилия ваша, фамилия. Сюда Проходите ко мне. Ваша фамилия. Тергөө изоляторунда дауыс берүү белгиленген убакыт боюнча таңғы саат 7 басталды. Тергөө изоляторунда камауда отургандар сайлоо участогуна бир камерада отурган 2 адамдан кезектеп жеткизилип отурду. Түтүү мекемесинин башчылыгы дауыс берүү белсенди жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Бұл бүгінгі шараны сағат 6-да комиссия мүшелері комиссия төрағасымен келіп, участке сағат 6-дан ашылып, таңғы 6-дан ашылып, сағат 7-тен осы жаңағы сайлау шаралары өткізіліп жатыр, сезіктілер мен айыпталушылар. Камера арқылы сезіктілер мен айыпталушыларға ешқандай үгіт насихат өткізілген жоқ. Күнделікті радио арқылы және Солтүстік Қазақстан газетін бізде жаңағы алып оқиды сотталғандар, сезіктілер мен айыпталушылар. Сол арқылы біліп отырды. Тергөө изоляторундагы камауда отурган 112 адамдын дауыс берүү кукугу бар. Олардын арасында сот чечими заңды күчүнө чыкпаган соттолгандар мен күдүккө илингендер салууга катышты. Ал 40тан артык өзге элдин азаматтары мен сот чечими заңды күчүнө энген соттолгандардын дауыс берүү кукугу жок. Голосование избиратели проходят активно. Сайлаушылардың дауыс беру белсенді өтіп жатыр. Ешкім сайлаудан бас тартқан жоқ. Сол себепті барлығы штаттық режимде өтуді. Біздің комиссия 5 адамнан құралған, себебі учаскеде дауыс берушілер саны көп емес. Это непосредственно. Нөмір 656 жабық сайлау участогында дауыс берүү 50 минуттан кийин аякталды. Голосование объявляется закрытым. Одан кейін комиссия төрағасы мен мүшелері бюллетендерди санау жүргүздү. Сайлауга камаудагы адамдардын баары 100% катышкан. Тергөө изоляторунда 152 адам камауда отур. ЕЖ-164 мекемесинин тергөө изоляторунда өткен сайлау 1 сааттын ичинде аякталды. Қазақстан Республикасынын президентин сайлауга 100ден астам айыпталуучу катышты. Олардын 11-і әйел азаматтар. Мөлдір Таңырбергенова, Данияр Сүлейменов, Первый Северный.